Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, әрі жұмсақ болып шығатын осындай вареньемен осындай оңай пирогты рецептін ұсынғым келеді. Әдетте бұндай пирог жасағанда қамыры қатты болып қалады, немесе бір күн тұрғанда ертесіне қатты болып қалады. Ал дәл осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерде өте жұмсақ, балғын, дәмді пирог шығады. Видеоның астында еше деген жерде барлық осы пирогқа керек заттардың мөлшерін толығымен жазып қойдым. Сол жерден көріп алсаңыздар болады. Ендеше пирогымызды бастаймыз. Ұнымызды електен өткізіп, оның үстіне салқын тоңазытқыштан шыққан сары майымызды немесе маргаринімізді салып, қолмен осылай езу арқылы крошка жасап аламыз. Дайындаған шекерімізді және де бір шай қасық қобыздықышты салып, қасықтың көмегімен осылай араластырып аламыз. Ендігі кезекте 3 ас қасық қаймақты саламыз. Егер сізде үйіңізде қаймақ болмаған жағдайда, онда айранмен алмастырсаңыз болады. Және де бір жұмыртқамызды қосып, барлығын жақсылап араластырып, қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыз осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын, әдемі болып шығады. Кәдімгі пластилин секілді иілгіш, кез келген формаға ене беретін, сондай жұмыс жасауға ыңғайлы қамыр шығады. Енді ол қамырымызды тоңазытқышқа салып, жарты сағатқа қойып қойсақ болады. Немесе асығып тұрсаңыз, бірден жасай берсеңіз де бола береді. Алдымен 2 бөлікке бөліп аламыз қамырды. Бір бөлігін үлкендеу етіп аламыз, себебі ол астыңғы жағы болады. Ал кішірек бөлігін бет жағына жандай әдемі сетка жасауға алып қаламыз. Қамырдың үлкен бөлігін осылай оқтаумен жайып, дайындап аламыз. Сонан соң менде арнайы осындай форма бар. Сіздер өздеріңізге ыңғайлы кез келген формаға жасай бересіздер. Менің формамның диаметрі 26 см. Негізі 26, 24 немесе 28 диаметрге де дәл осы рецептпен пирог жасасаңыз бола береді. Бұл формаға жандай қамыр жабыспайды. Сонда да мен кішкене ұн септім, май жақпаймын. Ұн сепсеңіздер, ол қамырыңыз жабыспай, пирогыңыз әдемі алынатын болады. Енді қамырымызды төсеп алып, осылай қолмен шет жақтарын әдемілеп, бортиктерін жасап аламыз. Сонан соң осылай оқтаумен дәл видеода етіп жүргізіп алсаңыздар, шетіндегі артық қамырлар өзінен өз алынып, пирогыңыз әдем болып шығады. Артық қамырларды тастамаймыз, бағанағы кішкене қамырға қосып, қазір онда жайып аламыз. Ал енді пирогымыздың ортасына салатын вареньемізді дайындап осылай бір кеседей кетті. Менде сіздер енді өз қалауларыңызға қарай әртүрлі үйіңізде бар варенье, джем немесе ондай болмаған жағдайда кәдімгі творог қосып жасасаңыздар да, бұл пирог өте дәмді кете береді. Өйткені қамыры барлық салмасымен үйлесе береді. Менде осындай қара өріктің, яғни сливаны вареньесі болды. Осылай барлық жететіндей етіп жайып, қасықтың көмегімен реттеп шықты. Енді бетіне бағана жайып қойған кішкене қамырымызды осындай ирек-ирек пышақтың көмегімен кесіп, бетіне сетка жасап, пирогымызды әрлейтін боламыз. Міне осылай пирогымыздың бетін жауып шықтық. Енді мен осылай бетіне кішкене ғана жұмыртқаның сарысын жағып шықтым. Ол негізі міндетті емес, бірақтан жақсаңыздар, пирогыңыз жылтырап, піскен кезде сарғайып, әдемі болып шығады. Ал енді қызып тұрған 180 градуста пешімізге 30-35 минут пісіріп аламыз. Достар, міне біздің пирогымыз пісті.
Қараңыздар қандай әдемі. Бұл менде формам негізі диаметрі үлкен. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар өте үлкен пирог шығады. Қараңыздар, жұмсақ, сондай әдемі болып шыққан. Шаймен ішкенге өте дәмді пирог болып шықты. Ал сіздерге қазір кесіп көрсетейін, ортасының қандай болып піскенін. Өздеріңіз көріп бағасын беріңіздер. Достар, бұл пирогты сіздерге жасауға міндетті түрде кеңес етемін. Себебі менің отбасыма, балаларыма өте қатты ұнады. Әдетте бұндай тосап қосылған, яғни варенье мен пирогты жемеуші еді. Дәл осы пирогты балаларым ұнатып, соңына дейін тауысып, бір күнде жоқ қылып тастады. Егер сіздер жасайтын болсаңыздар, өздеріңізге ұнайтын тосаппен жасаңыздар деп кеңес етер едім. Себебі әртүрлі вареньені біреулер ұнатады, біреулер ұнатпайды. Бұл жерде енді мысалы өріктің вареньесін қолдансаңыздар болады. Өздеріңізге ұнайтын начинкамен жасасаңыздар, бұл пирог өте дәмді болып шығады. Ең бастысы бұл жерде қамыры нәзік, жұмсақ болып шығады.